Жанар көзін жұмса болды. Құлағына анасының әлсіз үні келеді. Ол анасын жақсы көреді, бірақ кейде тым шаршайды. Анасы бұрын мықты еді. Үйде бәріне үлгеретін, күлімсіреп жүретін. Қазір төсектен тұра алмайды. Жанар күн сайын оны жуындырады, тамақтандырады, дәрісін береді. Кейде анасы тіпті өзін танымастай әлсіреп кетеді. Түн. Жанар үстелге шынтақтап, терезеден сыртқа көз тастап отыр. Көше жамдары жарық. Алыстан жастардың күліп ойнап жүріп бара жатқан дауыстары естіледі. Бір кездері ол да солай өмір сүрген, еркін. Болашағы бар деп сенген. Ендіше, қазір оның жалғыз шындығы күту, анасын күту. Бірдеңені өзгертуге тырысуға да қорқады. Кенет бөлмесінен анасының әлсіз даусы шықты. Жанар, су берші. Жанар ауыр күрсінді. Жайлап барып шешесіне су ұсынды. Көздері түйіскенде анасының көзінен бір түрлі мұңды жылулық көрді. Сол сәтте Жанар өз жүрегінде бір түсініксіз сезімді сезді. Қайғы ма, ашулану ма, әлде шарасыз махаббат па? Ол анасының әлсіз қолын ұстап отырып, ақырын сыбырлады. Мен шаршадым, мама. Анасы басын изеді түсінгендей. Білем, қызым, мен үшін кешірші. Жанардың көзіне жас толды. Ол анасының маңдайынан сүйді де жай ғана жанына отырды. Құшақтады, жай ғана құшақтады. Сол түні ол ұйықтай алмай, анасының қасынан кетпеді. Өйткені жүрегінің бір түпкірінде ертеңгі күннің қандай болатынын білмейтін. Жанар ешқашан мұндай қорқынышты сәтті бастан кешірем деп ойламаған. Бар өмірі анасының айналасында өтетін. Таңертең оянып, шешесін жуындырып, тамағын әзірлейді, дәрісін береді. Бір күн осылай өтеді, келесі күнде дәл солай қайталанады. Бірақ ол өз тағдырын осыған арнаған, оның басқа таңдауы жоқ еді. Бүгін күн бойы ауыр болды. Анасының жуындырғанда әлсіз денесі қалтырап, демалысы жиіліп кеткен. Жанар қатты уайымдап, қасынан бір елі шықпады. Тек кешке ғана аздап сыртқа шығып, таза ауа жұтайын деп шешті. Есіктің сыртында күтіп тұрған қара көлеңке денелерді көргенде жүрегі дір ете қалды. Артына қарай бергені сол еді, біреу шап беріп аузын алақанымен жапты. Бір сәтте бәрі бұлдырып тартып кетті. Әлдекімдер қолынан сүйреп қараңғы көлеңкеге қарай тартты. Қарсылыққа шамасы жетпеді, қол аяғы жансызданғандай болды. Көлік дүр етіп оталды. Ол есін жиып жанында отырған адамдарды көргенде төбесінен мұздай су құйғандай болды. Алдыңғы орында туыс ағасының әйелі отырды. Қабағы қатулы, көзіне тіке қарауға қорқынышты. Айғайлама, деді жеңгесі суық үнмен. Бұл сен үшін де, анаң үшін де дұрыс шешім. Не істеп жатырсыз? Тоқтатыңыздар. Мені қайда алып бара жатырсыздар? Жанар жанталасып көліктің есігін ашуға тырысты. Бірақ артына отырған екі еркек оны темір шеңгелдей ұстап алған. Сен қартайған шешеңе қарап жүрсің бе? Өмір сүру керек, бақытты болуға тиіссің, деп жеңгесі салқын күлді. Жанардың көз алдында анасы елестеді. Оның әлсіз даусы, дірілдеген қолдары, мейірімге толы көздері. Егер ол жоғалып кетсе, анасы не істейді? Қайтарыңдар мені, деді ол, көзі жасқа толып. Қалай ғана бұлай жасай аласыздар? Көлік шоқалақ жолмен жүйткіп бара жатты. Қараңғылық қоюланып, үміт сәулесі өше бастағандай көрінді. Жанар көліктен сүйретіліп түскенде айналаның қараңғы екенін ғана аңғарды. Күшпен сүйреп әкелген адамдардың қолынан сытылып шығуға тырысты, бірақ босату қайда? Қараңғылау бір үйге кіргізді. Үйдің іші лас, күлімсі иіс мүңкіп тұр. Екі әйел оны ортаға алып, басынан ақ орамалды жұлып алып, орнына басқа біреуін кигізді. Тым қатты байлап жіберген бе, тамағы қысылып, тынысы тарыла бастады. Болды, енді сен келінсің, деді біреуі шапалақтай күліп. Жіберіңдер, менің анам жалғыз қалды. Жанар айғайлайды. Бірақ оны тыңдап жатқан ешкім жоқ еді. Бөлмеден итеріп кіргізді де есікті сыртынан іліп қойды. Жанар қолымен есікті ұрып бар күшімен айғайлап жатыр. Ашыңдар, мені жіберіңдер. Жауап болмады. Тек басқа бөлмеден жеңгесінің жағымсыз дауысы естілді. Қане, менің алтын сақинам, саусағым дайын тұр. Сосын стақандар соғылған дыбыс шықты. Ер адамдардың дөрекі күлкісі мен ішімдіктің өткір иісі бөлмеге дейін жетті. Жанар үнсіз отырып қалды. Көзінен жас тоқсаусыз ағып жатыр.
Бәрі бітті ме? Бәрі осылай аяқтала ма? Ол анасының бейнесін елестетті. Әлсіз науқас анасы «Мама, кешірші мені» ішінен күбірледі. Бірақ дәл қазір оны құтқара алатын ешкім жоқ. Таң ата салысымен ауылда қазан қайнап, адамдар ары-бері шапқылап жүр. Біреулер мал сойып, енді біреулер ақшаңқан киіз үйдің ішін реттеп тойға дайындалуда. Жанар бұл дыбыстарды қараңғы бөлмеде бүрісіп жатып естіді. Кешегі жанталас, көз жас, жалбарыну бәрі бекер болды. Бөлмеге абысындар кіріп шығып, үстіне түрлі орамал жауып, басына тәж тақпақ болды. Әр жанасқан қол, әр айтылған сөз жүрегін тілгілегендей. Ол қайта-қайта жұлқынып көрді, бірақ дәрменсіз екенін түсінгенде іштей сынып, үнсіз қала берді. Кешке қарай жеңгесі кіріп келді. Үстіне қымбат орамал тағып алған, көзіндегі жеңіс күлкісі көзге түрпідей тиеді. Ол Жанарға жақындап келіп, бетінен сипағандай болды да сыбырлап сөйледі. «Шешеңді уайымдама, өзім бағамын. Қанша өмірі қалды дейсің? Қайта сенің үй болғаныңды көріп еш уайымсыз кететін болды». Жанардың тұла бойы мұздап кетті. Жеңгесінің мысқылдаған даусы, салқын сөздері, тіпті осы үйдің бәрі түрме секілді. Ол тағы жұлқынып көрді, бірақ күші жетпеді. Жеңгесі есікті тарс жауып, сыртқа беттеді. Жанар орындықта қатты отырып қалды. Көзі қарауытып, жүрегі тарс-тарс соқты. Шешесі, оны кім бағып жатыр? Ол аман ба? Жанардың қолындағы жұқа орамалды бүрістіріп ұстап, тістеніп сыбырлаған жалғыз сөзі: «Мен бұған көне алмаймын. Бүгін түнде бұл үйден қашып кетемін» деп өз-өзіне сөз берді. Беташар аяқталды. Жанарды босағаға отырғызып, орамалының ұшын тағы бір рет түзеп қойды. Дүние көзіне сұлғыр түске боялғандай. Айнала дуылдаған адамдар, шаттыққа толы дауыстар, бірақ мұның бәрі оған қатыссыз. Кешкісін үй іші аздап тынышталып, бәрі өз тірлігіне кеткенде Жанар бөлмеде жалғыз қалды. Жүрегі кеудесіне сыймай, тынысы тарылып бара жатты. Терезенің кішкентай саңылауынан көшені қарады. Бостандық анау жерде, бірақ оған жету мүмкін емес. Осы кезде есік сықырлап ашылды. Жеңгесі қайта кірді. «Ой, келін, неге түксиіп отырсың? Күлімдеп жұртқа сүйкімді көрінсеңші», деді ол ыржиып. Жанар оған қарамады. Жеңгесі үстелге жақындап бірдеңені орнықтырды да ернімен баяу жымиып: «Сенің жаңа өмірің басталды. Қарсыласып қайтесің, мына жерге сіңісіп кетесің. Өзіңе жақсы, шешең үшін алаңдама, өзіңді дұрыс ұста, оған ешкім тиіспейді», деп мырс етіп. Жанардың көзінен от шашырады. «Оған тиіспеулерің үшін мен сендерге бағынып құл болуым керек пе?» Жеңгесі көзін сығырайта қарады. «Оны өзің шешесің, бірақ мен сені жақсы танимын, Жанар. Сен әлсізсің, бұл жерден кете алмайсың, қарсыласуға қауқарың да жетпейді». Ол күліп сыртқа шығып кетті. Жанар бөлмеде үнсіз отырып қалды. Бірақ жеңгесінің соңғы сөзі жанына найзадай қадалды. «Әлсізсің». Ол осыған шыдай алмайтын еді. Терезенің кішкентай саңылауынан далаға тағы бір қарады. Қараңғылық қоюланып келеді. Құтылудың бір жолы бар еді. Жанар орамалының ұшын мықтап байлады да есікке жақындап, тынысын басып тың-тыңдады. Бәрі өз қамымен жүр. Ол есіктің әлсізділігін байқап көрді. Енді шыққалы жатқанда танымайтын күйеуі кіріп келді. Жанардың өмірі күрт өзгерді. Қашпақ болған түні күйеуі оны ұстап алып жанын түршіктірер кешті бастан өткерткен. Сол түннен кейін қарсылығын білдірудің еш мәні қалмағандай сезінді. Күн артынан күн өтті, ал амалсыздан осы үйдің келініне айналды. Бірақ жүрегі үнемі ауыр күйде еді. Ойы анасының қасында болатын. Бір күні ол енесіне барып, «Анамды бір көріп қайтайыншы» деді. Енесі көп ойланбастан келісімін берді. Күйеуімен бірге жолға шыққанда жүрегі аттай тулап, әр сәт сайын мазасыздана берді. «Анам аман ба? Қалай өмір сүріп жатыр екен?» Үйіне жеткен бойда Жанар анасын көріп көзіне жас алды. Оны көріп, жүзі сәл жарықтанғандай болды. «Қызым, сен келдің бе?» деді анасы әлсіз дауыспен. Жанар жүгіріп барып анасының қолынан ұстай алды. Бірақ сол кезде жеңгесі мұның үстінен төне қарады. «Сен де келдің бе? Жақсы болды. Міне біз анаңды бағып жатырмыз. Бірақ бір мәселе бар». «Не мәселе?» деді Жанар алаңдай. «Анаңның пенсиясы бар ғой, маған доверенность жасап беру керек. Сонда күтіміне толық жауап беремін. Бұған сенің қолың керек». Жанар бір сәт есеңгіреп қалды.
Неге сенің атыңа? Мен өзім қараймын анама, әуре болма. Сен енді бөтен үйдің адамысың. Күйеуіңнің рұқсатынсыз не істейсің? Қазір қол қоясың, сосын анаңды еш уайымсыз күтуіме болады, деді салқын жымиып. Жанардың іші бір жамандықты сезді. Егер қол қойса, анасы мүлде қорғансыз қалады, бірақ бас тартса не болмақ? Жанар күйеуінің жауабын естігенде ішінде бірдеңе үзіліп түскендей болды. Ол анасының қасында болғысы келді, оған өзі қамқор болғысы келді, бірақ оның сөзі бұл үйде ештеңе шешпейтінін тағы да түсінді. Сен қуасың ба, деді күйеуі мырс етіп. Келін боп түсе салып анаңды үйге әкелемін дейсің бе? Ел не дейді? Өсекке қалдырмаймын, кейін өз алдымызға бөлек шыққанда ғана көрерміз. Әзірге жеңген қарап жатыр ғой. Жанар ішінен бөлек шығатын күн келеді ме өзі деп ойлайды. Бірақ дауласудың еш пайдасы жоқ еді. Енді жеңгесіне басқаша қарады. Бұл әйел анасына расымен қамқорлық жасай ма, әлде пенсиясына ғана қызығып отыр ма? Бірақ өзге амал жоқ еді. Жеңгесі қағаздарды алдына тастады. Қол қой, Жанар, басқа таңдау жоқ, деді суық дауыспен. Жанар қаламды қолына алды. Қолдары дірілдеп тұр. Қағаздағы әрбір сөзге көзі түскен сайын жүрегі қатты соқты. Бұл анасын толықтай өзгенің қолына тапсыру деген сөз. Мен дұрыс деп жатырмын ба? Көз алдымда ананың әлсіз жүзі қайта көрінеді. Басқа амал жоқ. Жанар терең дем алып қағазға қол қойды. Жеңгесі жылтың етіп күлімсіреді. Жақсы қыз екенсің, деді ол. Бірақ Жанардың ішінде бір түрлі сезім тұрды. Әлде бір суық қара түнек сезім. Бұл шешімнің салдары қандай боларын жүрегі сезіп тұрғандай. Жанар үйдегі келіндік міндетін үнсіз атқарды. Күйеуіне де, енесіне де қарсы сөйлемеді. Іштей сансыз ойлар маза бермегенімен күліп жүрді. Себебі қарсыласудан ешқандай пайда жоқ. Көп ұзамай жүкті екенін білді. Бұл жаңалық оның жүрегінде кішкене болсын үмітті оятты. Бірақ жүктілік ауыр өтті. Әлсіздік, бас айналу. Қан қысымының жиі көтерілуі көбіне ауруханада жатуға мәжбүр болды. Қыс жақындаған сайын денсаулығы нашарлай берді. Құрсағындағы сәбимен бірге өмір үшін күресіп жүргендей еді. Бір күні аурухана төсегінде жатқанда күйеуі келді. Жанар оның өңінен бір жамандықты сезгендей. Не болды, деді ол әлсіз дауыспен. Күйеуі көзін тайдырып. Алып қашпай-ақ айтайын, шешең қайтыс болды, деді. Жанардың жүрегі шаншып кетті. Жоқ, өтірік. Ол дем жетпей. Ауа қармана бастады. Өзіңді босқа қинама, енді қайтып келмейді, деді күйеуі салқын үнмен. Жанардың көзі қарауытып, айналасы бұлдырай бастады. Бір сәтте бәрі түнекке айналғандай. Ол есінен танып құлады. Көзін ашқанда аурухананың ақ төбесін көрді. Қан қысымы көтеріліп кеткен екен. Дәрігерлер жанын алып қалған. Бірақ жүрегінің бір бөлігі сол күннен бастап мәңгілікке үзіліп қалғандай еді. Анасы жоқ. Енді ол мүлде жалғыз. Жанардың дүниесі астан-кестең болды. Анасы жоқ, сәбиіне қарауға да шамасы жетпеді. Омырауы тас болып ісініп, денесі ауырсынады. Бірақ ол ауырсыну анасының жоғынан туған жан жарасының қасында түкке де тұрмайтын еді. 5 күнді зорға өткізіп, ешкімді тыңдамай бірден анасының бейсенбілігіне тартты. Жол бойы көзінен жас құрғамады. Жеңгесінің үйіне кіргенде Құран оқытылып жатыр екен. Туыстары жылап, ауыр қайғыны бөлісіп отыр. Жанар анасының ескі киімдерін құшақтап, үнсіз еңіреді. Осы кезде бір туыс апасы жанына келіп ауыр күрсінді. Қызым, сен шындықты білуің керек, деді ол. Жанар басын көтеріп, оның көзіндегі мұң мен ашуды көрді. Не шындық? Шешеңді ана сұржылан жеңгең өлтірді. Жанардың жүрегі тарс ете қалды. Не? Мен өз көзіммен көрдім, деді туысы. Бөлмені састтың деп, анаңды қыстың аязында есік алдындағы сарайға кроватымен бірге шығарып тастаған. Мен ол кезде көріп айғайлап кеттім, бірақ сенің жеңген ешкімді тыңдамапты. Анаңды үйге қайта кіргізбей, бір апта бойы сол суық сарайда түн өткен. Жанардың тұла бойы мұздап кетті. Жоқ, бұл мүмкін емес. Егер менің сөзіме сенбесең, ауыл дәрігерінен сұра барды. Ол да біледі. Өзі айтты, өкпесі суықтап, дем жетпей өлді деп. Жанардың тынысы тарылып, көзі қарауытып кетті. Жеңгесінің аяр күлкісі, пенсияға қол қойғызған сәттері, анасының әлсіз бейнесі бәрі көз алдында кинодағыдай елестеп өтті.
Мен анамды өз қолыммен жауға беріптім. Жанар шапшаң орнынан тұрды. Ол қайда деп тістеніп. Кім? Жеңгем қайда? Туыстары бір-біріне қарап, Жанардың көзінде от ойнап тұрды. Бүкіл денесі ашудан қалшылдап кетті. Ол менің анамды өлтірді. Мен оны тірідей көмемін. Жанардың санасы қара тұманға айналды. Тек бір-ақ нәрсе анық еді. Анасы азаппен өлді. Жеңгесінің сатқындығы, қатыгездігі жүрегін өртеп жіберді. Ас бөлмеде жүрген жеңгесін көргенде сабырын ұстап тұра алмады. Қолына іліккен бірінші нәрсе қайнап тұрған шәйнек еді. Анама да осындай күйік кешкіздің бе деп айғай салды да шәйнектегі суды жеңгесінің бетіне шашып жіберді. Жеңгесінің жан даусы шықты. Ол бет-аузын басып жерге шөкке түсті. Сен өлтіремін деп жылады. Жанар ащы даусы бөлмені кернеді. Анама қалай қиянат жасадың? Мен саған сендім ғой. Жеңгесі жер тепкілеп шыңғырып жатты. Оның айғайы бүкіл үйді дүр сілкіндірді. Осы кезде туыстары жетіп келіп Жанарды қолынан ұстап әрең тоқтатты. Болды Жанар, болды, өзіңді бұлай жоғалтпа. Жіберіңдер, бұл әйел жазасын тарту керек. Біз бұны кейін шешеміз, қазір сенің кетуің керек. Көлікке күшпен отырғызып Жанарды ол үйден алып шықты. Жеңгесінің ойбайы артта қалып бірте-бірте өшіп бара жатты. Бірақ Жанардың жүрегіндегі ашу басылмады. Көлік терезесінен сыртқа көз тастағанда өз өмірінің тасталқан болғанын түсінді. Анасы жоқ, сәбиін де қалдырып кетті. Ал өзі ауыр қайғымен текке тұншығып барады. Жанар үйіне кіргенде шақалақ сәбиінің жылап жатқанын естіді. Кішкентай ғана денесі тырмысып анасын іздеп жатқандай. Бір сәт аналық мейірімі оянып жүрегі елжіреп кетті. Қанша күннен бері шықпай қалған омырауынан сүт шығып денесі жеңілдей бастады. Кешірші сорлы анаңды, кешірші құлыным, кешірші деп еңкілдеп сәбиін құшақтап иіскей берді. Ашуы, ызасы, кегі бәрі бір сәтке сейілгендей болды. Бұл сәбидің еш кінәсі жоқ еді. Ол тек анасының махаббатына мұқтаж. Біраздан соң өзін жинап сәбиін ұйықтатып бөлмесінен шықты. Күйеуі диванда үнсіз отыр. Бірақ Жанар оған бір қарағанда бойынан ашу кернеді. Бәрі сенің кесіріңнен, деді тістеніп. Анама өзім қарағанда бұлай қор болмай, суық бөлмеде қиналмас па еді? Айтшы, сенің анаңды да солай далаға шығарып тастаса не болар еді? Не істер едің? Күйеуі үнсіз басын төмен салды. Енді мен ешкім тоқтатпасын. Мен бұл үйден кетемін. Ол асығыс киімдерін жинай бастады. Шақалағын құшағын алды, бірақ есікке беттегенде алдынан енесі мен күйеуі шықты. Өзіңді ойламасаң да баланы ойла, деді енесі. Қыстың күні сәбиіңді суыққа шығарып шетінеп кетсе, қалай өмір сүресің? Жаз шықсын, сонда қайда барсаң онда бар. Жанар табалдырықтың алдында сәл кідірді. Шынымен де дала қыс, ал сәбиім тым әлсіз. Егер бірдеңе болып қалса, өзін ешқашан кешірмейді. Жанар сол күні енесінің сөзіне тоқтады. Көңілі толмаса да сәбидің қамын ойлады. Бірақ уақыт өте келе ана болудың қуанышы, қайғысын азайта бастады. Күйеуі оған шын көңілмен қарайтынын көрсетті. Бұрынғы қатал салқын мінезінен айырылып, әр ісінде Жанардың көңілін табуға тырысып жүрді. Ол Жанардың жүрегіндегі мұзды біртіндеп ерітті. Жас келгенде енесі өзі еншілерін беріп, бөлек тұрыңдар, енді өз өмірлеріңді сүріңдер, деді. Күйеуі қаладан пәтер дайындап қойыпты. Жанар іштей бұрынғы кетем деген сөзіне өкінгендей болды. Өмірі бір қалыпқа түсіп, жанындағы адамның шын қамқорлығын сезінгенде ғана жүрегіндегі кек көмескілене берді. Көп ұзамай анасы екеуі тұрған үйді сатып, оның ақшасына қаладан бір бөлмелі шағын пәтер алды. Жанарға өткеннің ауыр естеліктері көмескі тарта бастады. Ол өз тағдырын қайта құрды. Уақыт өте келе шағын кәсібін ашты. Бүгінде оның қала орталығында зәулім үйі, дамыған бизнесі және сүйікті жары бар. Ең бастысы, ол көп балалы бақытты анаға айналды. Өткен өміріндегі қайғы мен кек оның жүрегінде қалмады. Барлығы артта қалды. Себебі ол өткеннің көлеңкесінде емес, бүгінгі жарық күнінде өмір сүргісі келді.